Көлеңкелеп отыр едім көкталды. Бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма. Аға, сенде мама бар ма? Деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып. Кірпігімді алдым жасқа сүңгітіп. Бір сұрақпен жылатып ап балақай, енді менің жауабымды тұр күтіп. Үндемедім. Жауап қатып нетемін. Халі таныс бұл кішкентай бөпенің. Анам бар деп айта алмадым, амал не? Білем оның, анасы жоқ екені. Анасы оның мәңгілікке аттанған. Әкесі жоқ, темір торда сотталған. Екеуінен бірақ темде көз жазып, жетімсіреп қалған салай тәтті арман. Бүгін кешке мамам үйге келеді, деп балақай тәтті үмітке сенеді. Мамаң сенің жұмысына кеткен деп атасы оны алдап қойған себебі. Кішкентай ғой, оған қалай нанбасын, көніп жырау тағдыр басқа салғасын. Өзі жемей, мамам келсе берем деп бір қолына ұстап апты алмасын. Аңсап жырау, көрмесі деп шамасы. Кішкентайдың сағынышын қарашы, атын айтып айқайлайды еркелеп, бірақ оны естиді ме анасы? Өтсін көктем, өтсін қыс, жаз, күз мейлі, байғұс бала үмітін еш үзбейді. Сәби жүрек сезіп жүрме бірнеңе, әкен емес, тек ананы іздейді. Үміті зор, келер-ау деп ойлайды, қасыма кеп тағалаңсыз ойнайды. Әр әйелге жалт бұрылып елеңдеп, анау менің мамам ба деп қоймайды. Аяп кеттім, жүрек боса бел жүріп. Екі көзім жасқа толды мөлдіреп. Мұңы қалың бұл сүйкімді балаға айту қиын, мамаң сенің өлді деп. Арман отын алаулатып жандырған, өмір бойы бөксімеуді заң қылған. Басым дейдім құдіретті анаға, баласына сөнбес үміт қалдырған. Бір қалтаға кәмпиттің сап 15-ін, бір қалтаға тықып қойып теңгесін. Байғұс бала күтіп отыр анасын, қайдан білсін, бүгін тағы келмесін. Ештеме де айта алмадым балаға, жетімсіреп қалып кеткен далада. Тек тағдырға қапа болдым ішімнен, кішкентайды зар қып қойған анаға. Мұхтар Жақсылық, Байғұс бала монологы. Оқыған мен Бақтыхан Дархан Еркебұлан.